Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бико. Бүгін мен достар мебель модқа обзор жасайтын болам. Яғни бұл модты сендер білесіңдер, өйткені Дейлин мен Айшуақтың ең көп қолданатын және ең мықты моды. Яғни ол мод Decor Craft деген мод. Яғни сендер мебельді жанынан бүйтіп қоя аласыңдар. Ол өте кәдімгідей керемет плюс, өйткені видеоларда сендер заттарды әп-әдемі етіп қоя аласыңдар. Мысалға сағат сындырып ала салдым, жарайды, кешіріңдер. Неке осындай нелерді, заттарды, мысалы мен мына отырғышты қараңдар. Осылай қисық қойып қойдым. Дәл осындай сендерді қисық қоя аласыңдар. Мінекей мыналар, міне аквариум өте керемет әдемі зат, және тақталар өте керемет осындай заттар. Енді барлығын бір видеода сыйғыза алмаймын. Сондықтан мен тек тез-тезден өткізіп шыға берейін. Осындай ПК, яғни осындай нелер бар, олардың барлығы декорация, әрине, білетіндеріңдей. Бұл модты барлығы білет деген ойдамын. В общем, барлығы бар осы жерде, міне көріп тұрғандарыңдай барлығы бар, өте керемет. Бұл деген өте керемет плюс. Достар, енді тез-тезден көрсетейін мына модтардың барлығын. В общем, осындай заттар бар. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңдер, өйткені мен сендер үшін видео шығарып жатырмын. Және көп видео шығармай кеткенім үшін де кешірім сұраймын, өйткені менде уақыт болмай кетті вообще. Сол үшін болды. Короче, осындай заттар мінекей қисық қойылады, өте әдемі мінекей. Сосын мынандай қызыл болып тұрса, яғни осылай етіп тұрса, бит shift басып қоя берулеріңе болады, сонда әдемі етіп қойылатын болады. Мынаны енді осылай лақтыра салуға болады, бүйтіп. Короче, осылай доп, бұны жерге қоюға да болады осылай. Және де осындай ПК, сосын мынандай несінен қоя саласыңдар, емес, монитор. Осылай, сосын қосқан кезде түнде жарық шыға ма, сондай фигня болады. Сосын мынандай ат. Бұл атқа отыруға бола ма екен? Жоқ, отыра алмайды екенсің. Қасын жақындай алмайсың ба не датауы? Жоқ, жақындатпайды екен. Жоқ, оны дизеу қойсаң жақындату керек жалпы. Мен білуім бойынша, дизеу қойсаң кішкене болса да жақындатады екен. Сынып тастай салайық. Достар, енді мінекей мына жерде скелеттер жатыр, көрдіңдер ма? Бұны қателеспесем Дейлин мен Айшуақ өте көп қолданды деген ойдамын енді. Осыларды үшін баяда Дейлин мен Айшуақтардың видеосынан мен көрген мынандай бас жабатын, әлде компоттан ба көргем әйтеуір. Осындайларды қойып қояды, олар дейтін өз превьюларында да қолданады кейде. Дәл осындай скелеттер барлығын білесіңдер деген ойдамын. Осы модтың ссылкасы описанияда болады. Java Minecraftқа жазасыңдар тек қана. Оған мод жазуды мен арнама видео шығардым. Егер түсінбеген болсаңдар, маған түсінбедім деп айттыңдар, мен оны оқыдым. Мен екінші часын шығарам, жақында шығару мүмкін. Қол босамай жүр, енді қол босамай кетті, сол үшін контент таппай ақыры осы обзор модта түсірген болатын. Осындай әдемі заттар бар. Нандай, әдемі заттар өте көп. Мынандай шкаф бар екен. Ішін ашсақ болады, және бүйтіп ішіне заттар салып қойсаңдар болады. Және мынандай кішкентай сағат өте әдемі жасалған, көріп тұрғандарыңдай. Мынандай төсек, яғни бұл да айтпақшы ұйықтауға болады, ұйықтауға болады. Солай. Сосын мынандай істі кетін машина, яғни білесіңдер, бұрынғы кездің несі қандай, қалай айтады ғандай, киім тігет, сондай фигня. Содан кейін осындай бояйтын, сурет салатын бірдеңе. Одан кейінгі мынандай жол жабатындар, сүйек, пүйек, бәрі бар ғой мына жақта. Мынандай бар, сосын мінекей осындай. Ашылмай ма не? Мен мынаны ашылатын бар десем. 1.12-де ашылады, айтпақшы достар, бұл V710 версиясы. Сондықтан 1.12-ге жазып алсаңдар, бұдан да көп заттар беру мүмкін. Мүмкін емес, тіптен береді, бұдан да көп заттар. 1.710 болғасын ішінде аз заттар болады, өте бұдан да көп болады. Солай сендер видеоға лайк басып арнаға тіркеліңдер. Мынандай сейф барлығы бар достар, мынаның ішінде бар ғой. Кіресіңдер, мен сілтемемен өтесіңдер. Сілтеменің описанияда болады, соған кіресіңдер де установить етіп, мод деген папкаға тастайсыңдар. Осындай тақта, мынандай таразы, мынандай глобус басындай,
сосын мынандай адамның ошын бирдеңеси калай денеси ма сондай. Содан кийин так мына кичине мынандай зат, мына осындай бирдеңе, сосын мынандай укол бар, екпе, яғни сосын мынандай заттар. Ошон осылай өздерің карап алсаңдар болот. Сейф мінекей жаңа айткандай кыйсык кое алат. Және де мына деген зат аты ұмытып қалдым, жарайды. Есімде еді негізі. Айбай, ойын қатып жатыр менде. Лагать етіп кетті, мынау өте көп декорация болып кетті. Сондықтан кішкене мыналарды сындырайық, өйткені көп декорация болған сайын ойын лагать етеді. Соны айта кетерлік жайт, өйткені үлкен зат қойған сайын ойын лагать етеді. Ауыр мод екен, я кәдімгідей көрініп тұр. Сондықтан кішкене аз мебельдер қоюға тырысыңдар. Сендердің телефондарың слабый болса, так осылай бит жалғап қойсаңдар болады. Так бүйтіп осылай қойсаңдар болады. В общем, әдемі осындай бір түрлі забор сияқты бірдеңе. В общем, мындай болады ғой бір, короче, в общем, жауып тұратын нәрсе ғой сондай, білмеймін, әйтеуір атын ұмытып қалдым. Так осындай адамның несі, типа сүйегі бір жартысы адам, в общем, сондай фигня екен. Так осындай укол болды, көріп тұрған боларсыңдар. Қазір көрсетейін жақындатып. Міне дәл осындай укол болды. Достар, енді видео тым ұзақ болмай ақ қойсын, сондықтан мен қазір тез аяқтап тастайын. В общем, короче, өздерінің заттарына беріп қояды. Мысалы қараңдар, мына жақта осындай жасалатын заттар, осы заттарды алып сендер жасай аласыңдар. Так осындай затты алып, короче, осындай. Сосын мына 3 затты алып, короче, жасайтын боласыңдар. Оны жасау өте оңай. Выживанияда просто бірдеңелерді жинайсың и сосын жасайсың. Неке осыған кіресің и мынаған, по идее, осыған салатын сияқтысың. Жоқ, мынаған ба? Осыған салатын сияқтысың. По идее, осылай алу керек, негізі бар ғой. Так, мына ұмытып қалып тұрмын енді қалай алатынын. Үшін осылай заттарды салып қойып, мыналарды астына тағы бірдеңе саласың. Жоқ. Енді астына бүйтіп мынаны салатын сияқтысың. Так, мен қазір сендерге көрсетейін. Так, мынаны салам. Салынсайшы. Әлде мынаған салам ба? Жоқ, мен білмей тұрмын, бар ғой. В общем, осылай жасайтын боласыңдар. Және екіншісінде осындай әуеннің заттары, в общем, сондай. Мына жақта туалетный заттар, в общем, мына жақта кровать, сондай, в общем, заттар. Мына жақта жол, мусорка, сондайлар. Мына жақта, в общем, достар, мына вкладкаде осындай заттар бар. Короче, андай заттар ғой, типа кемелерде болады, бір қарақшылардың кемелері, сондайдағы заттарға ұқсайды, типа сондай. В общем, білмеймін, әйтеуір өздерің түсініп аларсыңдар. Мына жақта, в общем, тамақтар, өте керемет тамақтар. Одан кейін мына жақта Хэллоуин, сондай заттар, енді мән бермей ақ қойың. Сосын мына жақта ас бөлменің заттары бар, өте керемет. Және мына жақта шамдар бар, әдемі шамдар бар, өздерің көріп алсаңдар болады. Мына жақта тағы отырғыш, сондайлар. Мұнда вообще кілең декорация, бұнда да креслолар бар екен. Мұнда кілең ойыншық адамдар, короче, осының авторлары ау деймін. Мына жақта осындай заттар, коляска кәдімгідей әдемі жасалыпты. Содан кейін болды. Так, енді мынандай заттар, бұны түсінбедім, мынандай инема, реклама ма, сондай бірдеңе. Мына жерде груша, тағы сондай ойындар. Мына жерде де баспалдақтар, и мына жерде сейф, мына бөшке, сондайлар. Мына жақта, в общем, андай не ғой, компьютер, сондай технология заттар ғой, осы жақта. Мына жақта кілең ойыншық декорация, әдемі карт бар. Мына жақта, в общем, сериал түсіргенге өте керемет мод, в общем, жазып алсаңдар болады, сілтемеге өтіп төмендегі. Сосын осындай заттар, енді көріп тұрғандарыңдай жазып алып өздерің тексеріп көрсеңдер болады. Бұл компьютердің моды. Ал ендеше біз қазір видеомызды аяқтаймыз. Достар, видеоны аса лайк басып, арнаға тіркеліңдер, короче, подписация етіңдер, өйткені мен сендер үшін шығарып жатырмын. Келесіде қалай мод салады деген видеоның екінші частын шығаратын болам. Ал ендеше давайте.